Сәлеметсіздер ме оқушылар? 5-ші сынып 3-ші б-нің тапсырмаларын орындаймыз. Диаграммаға қарап А және В сұрақтарына жауап беруіміз керек. А сұрағының жауабы бізде ең көп бөлікті алып тұрған ғылыми технологиялық әдебиеттер, научно-технологический литература екен. Екінші В сұрағына жауап беретін болсақ, саяси қоғамдық және көркем және балалар әдебиеті, яғни осы екеуі қосылып жарты кітаптың бөлігін құрайды екен. Осымен бірінші тапсырма аяқталды. Келесі екінші тапсырма. Екінші тапсырма бойынша бізде центрі О, ал радиусы 2 см болатын шеңбер сызыңыз деген. Біз шеңберді сызып алдық, центрі О және радиусы 2 см деп белгіледік, және оған ол шеңберге біз АВ деген диаметр жүргіздік. АВ диаметрін жүргізіңіз және оның ұзындығын табыңыз деген. Енді диаметрдің формуласы R қосу R немесе 2 көбейту R. Осы бойынша біз 2 көбейту 2, радиустың орнына 2-ні жазып, біз диаметрдің ұзындығы 4 см екенін анықтап алдық. Сонда АВ тең 4 см-ге. Осымен екінші есеп аяқталды. Келесі үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада берілген мәліметтер бойынша диаграмманы сызу керек. Қарайтын болсақ, қайыңдар 20%, теректер 15%, шырша 35%, ал үйеңкілер 30%. Енді біз осы пайызды градусқа айналдыруымыз керек. Бізде шеңбер толық 360 градусты құрайды. Енді біз 360-ның 20%-ын тауып алуымыз керек. 360-ты көбейтеміз 0,120-ға тең болады 72 градус. 360-ты көбейтеміз 0,115-ге 54 градус. 360-ты көбейтеміз 0,135-ге 126 градус шығады. 360-ты көбейтеміз 0,130-ға 108 градус шығады. Енді осыны біз шеңберде белгілейміз. 72 градус деген міне былай тік сызатын болсақ 90 градус, 72 одан кішкене төмен болатын. 72 градус, 54 градус, мына жерде 126 градус, ал мына жерде 108 градусты белгіледік. Енді осы сызған диаграммамызға жазып шығамыз. Қайың, терек, шырша және үйеңкі қайсы екенін жазып шықтық, және неше пайызды құрайтынын жазып шықтық. Осылай диаграмманы сызып алады екенбіз. Келесі төртінші тапсырма. Төртінші тапсырмада суретке қарап, қандай фигураның жазбасы екенін анықтауымыз керек. Суретке қарайтын болсақ, біз төрт бұрышты пирамиданың жазбасын көріп тұрмыз. Демек, төрт бұрышты пирамиданың жазбасы деген нұсқаны белгілейміз.